Құрметті ағайын, Қытай жайлы шу тіптен үдеп келеді. Бірақ біз жай халықтың арасында Қытай жайлы түсінік өте төмен. Сонда одардың айтысында Қытай біздің жерімізге кірмеу керек. Қытай біздің жерден завод салмау керек. Бізге ештеңені үйретпей-ақ қою керек. Қытай бізге ақша салуының керегі жоқ. Біз баймыз. Қытай бізден бір тың бірдемелерді игеруінің керегі жоқ. Біз өзіміз игереміз деген сияқты сөздер айтады. Қытай біздің жерімізге келіп, біздің қыздарымызға үйленбеу керек дейді. Енді Қытайға үйленіп жатқан қызбен салыстырғанда, орысқа үйленіп жатқан қыз қаншама? Неше 100 орайды, 100 есе. Арабқа үйленіп жатқан қыз қаншама? Түрікке үйленіп жатқан қыз қаншама? Америкаға, Еуропаның жер-жеріне үйленіп жатқан, Малайзия, Каристерге үйленіп жатқан, Жапонға тұрмысқа шығып жатқан қыз қаншама? Тіпті айдаладағы, Африкадағы қара негрлерге үйленіп жатқан қыздар Қытайға үйленіп жатқаннан көп болмаса аз емес. Сонда неге Қытайға үйленбейді біздің қыздар? Неге Қытайға ғана қыз бермеуіміз керек? Басқа елдің бәріне беруіміз керек. Неге Қытай бізге ақша салмау керек, ақшасы қанша көп болса да? Неге қанша ақшасы аз болса да Ресейдің компаниялары бізден ешқандай аренда төлемей, емен-еркін тайраңдап бізде жүре беруіне? Біздің жерімізді кес-кестеп, қаншама полигондар ашып, қаншама мұнай алқаптарын ашса да, бізге зоракерлік жүргізсе де, біздің қаншама кендеріміздің, яғни жіліктің майлы басын мұжып отырса да, аса көп бізге аренда не басқадай бір ерекше бір экономикалық тиімділік жасамаса да, біз оларды тайраңдатуға ризамыз да, ал Қытай келіп, мол қаржысын салып, завод ашып, Ресеймен бәсекелесіп, басқа елмен бәсекелесіп, осы Қазақстандағы экономикалық тепе-теңдікті сақтауға біз оны пайдаланайық десек, халқымыз оған қарсы екен. Неге? Соғырдайын бұл қисынға сыя ма логикаға? Мәселен, бізге Жапонның компаниялары да кіріп жатыр, түріктің компаниялары да кіріп жатыр, Каристің компаниялары да бар. Еуропаның елдерінің қаншама компаниялары бар. Ресейдің 7000 компаниясы бар, түріктің 1000-нан аса компаниясы бар, Қытайдың 1200 компаниясы бар. Түріктің компаниясынан Қытайдікі көп емес, айта берсе. Сонда түрікті де қуып шығуымыз керек пе, біз компаниясы көбейді деп? Ал енді компаниясы аса көп екен деп Ресейді қуып шығуымыз керек пе? Ресейдің 7000 компаниясы. Ірі, бүкіл Қазақстандағы бүкіл шикізат байлығының ең жілігінің майлы басында отырғандар осы Ресейдің компаниялары. Ресейдің Лукойл, Газпром, Роснефть дегендер Қазақстанның байлығының, мұнай мен газының бүкіл халықарадағы айналысына тікелей ықпал етіп, соны тізгіндеп, ауыздықтап отырған ірі корпорациялар. Оларға неге сөз айтпаймыз, ал айтқыш болсақ? Орыстар да бізден қыз алып жатыр. Оларға неге сөз айтпаймыз? Кәрістер алып жатыр, неге айтпаймыз? Кендерімізді ашып жатыр. Олар да жерді жалға алып жатыр. Ресейдің жалға алған жері, Қытайдың жалға алған жері неше 100 орайды. Тіпті полигондары қаншама? Қытайдың бір полигоны бар ма Қазақстанда? Ресейдің қаншама полигоны бар? Ол полигонда бір қылтиған шөбек бейді, бір қылтиған завод салмайды. О жер тек атып, шабу, жару, сонымен ғана айналысады. Сонда Ресейдің сонша тайраңдап жүргендерін есепке алмаймыз да, Қытайдың компаниясы кеп миллион тонналап цемент шығарса, соны біз қопарып тастауымыз керек екен. Неге олай болу керек? Қытайдың жаңа компаниясы кеп бізде мұнай заводтарымызды жаңғыртып, қылаяғы біздің мына бүгінгі Қазақстандағы асфальттың ең негізгі материалын Қытайдың компаниясы салып берген Қазақстанға, елбасының тапсырысымен. Сонда біз сол асфальтта неге Қытайды жеп көрсек, сол асфальтты неге істетпей қоймаймыз? Неге сол кезден бастап Қытайды қуып шықпаймыз? Дәл бүгін ғана, осы таяғы 5 жылдан бері Ресей әлсірей бастағанда біз Қытайды неге қууымыз керек те, Ресейді қолтықтауымыз керек? Сол қисынға сыя ма? Оны кім таратып отыр ол хабарды? Ол хабарды әрине біздегі 80% ұстап отырған Ресей ақпарат құралдарының қолтыққа су бүркіп, біздің аңқау қазақтарды ит сияқты әйт деп Қытайға үргізіп айдап салып отырған қылығы. Оны төмендегі надан халықтың көбі түсінбейді. Біздегі Қытайға деген түсінік өте төмен. Аңыз деңгейінде ғана танимыз. Неге біздің елімізде бір институт Қытайды зерттеу,
Қытай тану деген институт жоқ. Неге біз тек қана орыстың көзімен Қытайды тануымыз керек? Орыс жау десе жау деп, дос десе дос деп тануымыз керек. Неге тек қана орыс бізге дос саналады да, бізді қанша мұжып жатса да, біз орысты ата бабамыз не болмаса бір досымыз, әке бабамыздай төбемізге көтеруіміз керек. Неге Қытай